Баршаңызға сәлем, сіздермен Фируза. Ең алдымен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін мен сіздерге тандыр самсадан асып түспесе кем түспейтін, өте дәмді болып шығатын самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Ең алдымен електен өткізілген 350 грамм ұнымызды алып, ортасын қасықтың көмегімен ашып, 1 шай қасық тұзымызды салып араластырамыз. Оның үстінен бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды саламыз және оның үстінен 1 стакандай, яғни 100 граммдай суық суымызды құйып, жақсылап қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін осындай жұмсақ қамыр болады, 15 минутқа тындырып қоямыз. Одан кейін салмасына етімізді және майлы жерінен алып, етімізді 4 бұрыштап тураймыз, пиязымызды 4 бұрыштап турап, үстінен дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымызды, қызыл бұрышымызды қосамыз және мен кішкене асқабақ қостым. 2 ас қасық сұйық майымызды қосып, араластырып қойып қоямыз. Одан кейін жаңағы тынып тұрған қамырымызды алып, видеода көргендеріңізде бөліктерге бөлетін боламыз. Бөліктерге бөліп, дөңгелектеп, қамырымызды жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Қатты жұқа қылып жайып жібермеңіздер, орташа көлемде болуы керек. Жақсылап жайып болғаннан кейін қамырымызды шай ішетін орташа көлемдегі кесемізге қамырымызды, міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай орналастырамыз дағыны, үстіне жаңағы салмамызды саламыз. Осылай жасасаңыздар, сіздерге түйуге, самса түйуге өте ыңғайлы, қолайлы болады. Осылай түйіп шықсаңыздар болады. Жан-жағын жақсылап біріктіріп, түйіп шығатын боламыз. Мықтап жақсылап түйіңіздер, сол кезде еттің майы, суы сыртқа шығып кетпейтін болады. Жақсылап бекітіп түйіп шыққаннан кейін қамырымыздың екінші бөлігін дөңгелектеп жайып, түйілген самсамызды орналастырамыз. Одан кейін лағманның қамырын созғандай етіп, қамырымызды дөңгелектеп созып, бетіне орналастырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, және жұмыртқаның сары уызын жағып шығатын боламыз. Жұмыртқаның сары уызын жағып шыққаннан кейін бетіне өз қалауларыңызша күнжіт матты сеуіп шықсаңыздар болады. Осы кезде біз пешімізді қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пешімізде самсаларымызды 40-50 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Міне біздің самсаларымыз пісіп шықты, өте керемет жұмсақ болып піседі. Еттері де өте жұмсақ болып піседі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, дәмі керемет самса, тандыр самсадан асып түспесе кем түспейтін керемет самса болып шығады. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.